Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы өз елім деп аталады. Оқулықта 31-32 сабақтар 93 бет. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға Қазақстанның ертеңі болашағы екенін түсіндіріп, патриот, ұлтжандылық деген ұғымды бойларына сіңіру. Сонымен қатар сабағымыздың барысында оқушылар Құрманғазының Сарыарқа күйін тыңдайды. Нұрғиса Тілендиевтің өз елім әнін үйреніп және оны орындайды. Құрметті оқушылар, баршамыз патриотизм деген сөзді естіп жүрміз. Аталмыш сөздің қандай мағына білдіретіндігіне тоқталып өтейік. Патриоттық грек тілінен аударғанда отан, атамекен деген мағынаны білдіреді. Патриотизм өзінің жеке және топтық мүдделерін жалпы елдің мүдделеріне бағындыратын, оған адал қызмет етіп, өз отанын қорғауды мақсат тұтатын, атамекеніне деген терең сүйіспеншілік сезімі. Патриотизм отбасына, туып өскен ортасына, топырағы мен табиғатына, еліне деген құрметтен бастау алады. Өз ұлтын, жерін сүйіп, оның мұңын мұңдап, жоғын жоқтайтын адам ғана шынайы патриот бола алады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың әрбір адам біздің мемлекетімізге, оның бай да даңқты тарихына, оның болашағына, өзінің қатысты екенін мақтанышпен сезіне алатындай іс-қимыл жүйесін талдап жасауы қажет. Елдің проблемалары да, келешегі де барлық адамға жақын әрі түсінікті болуы тиіс. Әрбір адам бала кезінен Қазақстан менің отаным, оның мен үшін жауапты екені сияқты, мен де ол үшін жауаптымын деген қарапайым ойда бойына сіңіріп өсетіндей істегені жөн. Деуі патриотизмге баулудың жарқын үлгісі іспетті. Қазақстандық патриотизмнің анықтамасы да осынау парасатты ойдан бастау алады. Жалпы патриотизмді ұлттың тілі, діні мен ділімен тығыз байланысып, астасып жатқан ұғым деп қарастырған дұрыс болар. Кез келген елдің дамуы саналы азаматтар қатарының көбеюімен де байланысты. Себебі болашақ қазақ жастарының қолында. Ал осы жолда тайсалмай, елім үшін деп ерінбей еңбек етіп, білім алсақ, өз үлесімізді қосарымыз анық. Келешекте ел тізгінін қолға алатын жастардың барынша білімді, жан-жақты білікті болуы қаншалықты маңызды болса, олардың отанына деген сүйіспеншілігінің мол болуы басты қажеттілік болса керек. Өйткені елін, жерін сүймеген азамат отанына адал қызмет ете алатынына күмән тудырады. Қазіргі тәуелсіздік жағдайда патриоттыққа баулу айрықша маңызға ие мәселелердің бірі болып отырғаны да сондықтан. Ендеше оқушылар, күй тыңдайық. Сарыарқа Құрманғазының күйі қазақтың дәстүрлі музыкасының шыңында тұрған шығармалардың бірі. Ұлттық өнерімізді әлемге танытқан бұл күй ұлы күйшінің туған жеріне, қазақтың кең даласына деген махаббатынан туған туынды. Қуғын-сүргінге ұшырап жүрген шағында жазылған Құрманғазының Сарыарқасы бүкіл қазақ халқының еркіндікке, азаттыққа деген құлшынысының көрінісіндей.
Ендеше оқушылар, бүгінгі үйренетін жаңа әніміз «Өз елім» деп аталады. Бұл әннің авторлары Нұрғиса Тілендиев пен Қадыр Мырзәлі. Ал олай болса, оқушылар үйге тапсырмалайық. Патриотизм дегеніміз не? Қандай адамды патриот деуге болады? Және патриоттық музыка деп қандай музыканы атауға болады? Аталған сұрақтарға кішігірім зерттеулер жүргізіңіздер. Оқушылар, біз осымен сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.